Едіге мен Темірбек хан әскері Самда ұзақ ұрысқан. Әскерінің аздығының арқасында Едіге тағы жеңіліп, әмірдің өзі азғантай жолдастарымен Хорезмге кеп бекінген. Енді Темірбек хан Хорезмді алуға кіріскен. Қаланы қоршауда 6 ай ұстаған. Едіге мен бар жағы әмір басқарған. Тоналудан қорыққан дала тұрғындары Хорезм әскерлері Темірбек хан қосындарына алдырмаған. Осындай жағдайда Жәлеледдиннің адамы кеп, Темірбек ханның әскерінің қолбасшыларына Алтын Орданың жаңадан болған ханының бұйрық сәлемдемесін жеткізген. Жәлеледдин қателеспеген екен. Темірбектің әмірлерінің бірі Ғазан, ойында ештеңе жоқ, Темірбек ханды Жанқожа атты нөкерін жіберіп өлтіріп, бірден Жәлеледдин жағына шыққан. Тағынан айырылған ханнан гөрі тағы бір ханға қызмет істеу дұрыс деп тапқан еді Ғазан. Бірақ Хорезм мен Алтын Орда әскерінің соғысуы тоқталмаған. Осы кезде Жәлеледдиннен тағы бір шабарман келген. Ғазанға Алтын Орда жаңа ханының ризалығын айтып, егер Едіге өзіндегі менің қарындасым Жәнекені баласы Сұлтан Мұхаммедпен бізге қайтарып, Хорезмде біздің атамыздан ақша шығарам десе, және мешітте бізге арналған құтпа оқытатын болса, бітімге келіп соғысуды тоқтатыңдар деген сәлемдемесін де жеткізген. Хорезмді ала алмайтынына көзі жеткен Ғазан ақырында Едігемен бітім істеп, соғысты тоқтатқан. Екі әмір келіскендері үшін бірін-бірі шақырып, қонақ етіп, той-тойлап болғаннан кейін Едігенің баласы Сұлтан Мұхаммедті алып, Алтын Орда әскері елдеріне қайтқан. Жәнеке бір кезде өзі сүйіп қосылған Едігенің басына ауыртпалық түскен кезде тастап кетуді қиянат көріп, ағасының ордасына өзі бармай қалған. Ғазан әскері Хорезммен 4 күндік Белухия деген жерді өткенде, бұларға жасағменен Хаджулайт батыр кездескен. Хорезмді алмай неге қайтып келе жатырсыңдар деген оның наразы сұрағына Ғазан: 10 мың әскермен 7 ай алысып, бір Хорезмді ала алмадық, ал сенің жасағың 3-4 мыңнан аспайды. Одан да кейін қайтқаның жөн болар. Біз Едігемен бітімге келдік. Жәлеледдин ханның жиені Сұлтан Мұхаммедті әкеле жатырмыз деп жауап қайырды. Сөз болғаныңа болайын, деді оған өркөкірек Хаджулайт. Едігеге менің бір өзімде жеткіліктімін. Бұл сөзді сол күні ақ Едіге естіді. Хорезмнің маңайын тағы соғыс майданы еткісі келмей, ол 2 мыңдай жауынгермен Хаджулайтқа қарсы шықты. Түнде жүріп, күндіз тығылып, тынығып, 2 күннен кейін алыстан Хаджулайт әскерінің келе жатқан шаңын көрді. Едіге қыпшақтың көне әдісіне салып, қолын 2-ге бөлді. 1 мың жауынгермен өзі кейін шегініп, бір қамысты сайдың бойына тығылды. Ал қалған жасағына Хаджулайт батырдың әскерменен соғысуға бұйырды. Бірақ көп соғыспай, әрберден соң кейін қашыңдар және жеңілген жасақтардай әр жерге туларыңды, ер тоқымдарыңды, кейбір қару-жарақтарыңды, қоржын ділбарларыңды тастап мүлдем жеңілгендеріңді көрсетіңдер. Ал аңдып тұрып, біз оларды шапқанда аттарыңның бастарын кейін бұрып алып, қайтадан тиіңдер, деді. Барлығы Едіге ойлағандай болып шықты. Едігенің бар қолы осы екен деп ұрысқа түскен Хаджулайт жауымды жеңдім деп қашқан әскердің соңынан қуып келе жатқанда, бір бүйірден жалаңаш қылыштарын жалаңдатып, көк найзаларын кезене Едіге өзі басқарған 1000 жауынгер шыға келді. Сол кезде соңдарынан қуған жауларына жеткізбей зымырап қашып келе жатқан алдындағы Едігенің алғашқы 1000 жігіті аттарының басын бұрып алып, арттарындағы Хаджулайт әскеріне дүрсе қоя берді. Хаджулайт қосыны оңбай жеңілді. Өзі майданда өлді. Едіге оның басын Хорезмнің көшесінде сырыққа байлатып қойды. Бұнымен қатар ұрыстан тірі қалған 2 мыңдай жауынгері тұтқындалып, Едіге жағы біраз олжалы болды. Едіге Хорезм әмірі етіп өзінің баласы Мүбәрак шақты Дәруға шыға Бикешек биді қазыға Садыр шейхті тастап, өзі мұндағы қатын балаларын алып
Қырымдағы ұлысына қайтты. Ал Жәлеледдиннің едігені өзіне бағындырғысы келсе, ең алдыменен көздейтіні Қырым мен Сақыстан болатынына ол күмәнданбаған. Ал едіге Қырым мен Сақыстанды оңайлықпен Тоқтамыс балаларына бермейтініне сенген. Өйткені бұл жерлерді жайлап жатқан негізгі ел Ноғайлы тайпасы, өз ұлысы, өз руы еді. Және ноғайлықтар едіге үшін әлі де алысып жұлысуға бар болатын. Едіге Мәскеуге шабуылға шыққан, яғни 1409 жылы Ақсақ Темір балаларының арасындағы таққа талас бітіп, Әмір Темірдің үлкен ұлы Шахрух әкесінің орнына отырды. Ол Гераттан Мауреннахрдың билігін беруге үлкен баласы Ұлықбекті Самарқандқа алып келді. Алтын Орда билеушісі едіге мен Болатхан Жорға, Сұңқар, қаршығаларға қосып қасқыр, ішік, құндыз бөрік тәрізді тарту таралғысын жолдап, бұларды құттықтап елші жіберген. Шахрух пен Ұлықбек елшіге үлкен сый құрмет көрсетті. Бұларда едіге мен Болатханға күміс белбеу, жібек шапан, зерлі тақияларын тартып, араларын Алтын Ордамен байланыстыра түсу үшін Ұлықбектің баласы Мұхаммед Жөкей мырзаға қалыңдыққа, едіге әмірдің бір қызын сұрауға құдалыққа Хасен әмірмен бірнеше кісі жіберген. Әмір Темір үйі осылай едігемен құда болған. Сөйткен Шахрух едіге өз ұлысына жүріп кеткеніне жыл өтпей, Сейіт әлі Тархан мен Ильяс Қожа әмірді әскеріне бас етіп, Мүбәрак Шахтан Хорезмді тартып алуға қалың қолмен жорыққа шыққан. Шахрух әскері мен хорезмдіктер итжығыс түсіп бірнеше күн соғысқан. Мауреннахрлықтар Өргенішке кіре алмаған. Дегенмен Шахрух енді жеңемін деп тұрғанда Өргеніште керней зұрнайлар тартылып, барабандар тарсылдап, жұрттың әлденеге шат-жадман болып жатқанын естіген. Сөйткенше болған жоқ, бірнеше кісілер қалың әскермен Хорезмге көмекке едіге әмірдің өзі және шығыс оғлан келе жатыр екен деп хабарлаған. Едігемен соғысуға Шахрух бата алмай, әскерін алып дереу Самарқандқа қайтқан. Едіге келе жатыр деген хабар соңынан бекер болып шыққан. Шахрух бұл жалған хабарды жұртқа таратқан өз адамдарын ұстатып алып, құлақтарын кесіп құнтитып, мұрындарын кесіп шұнтитып, көздерін ойып соқыр етіп жазалаған. Содан кейін Ұлықбектің ұстазы Шахмәлікті бас етіп, қайтадан әскер шығарған. Ал Мүбәрак Шах хорезмдіктердің өзіне болысқанына қарамай, Шахрух әскері кетісіменен, әкесінің жолменен қала тұрғындарына қиянат істей бастаған. Өте үлкен алым-салық салып, көнбегендеріне өлім жазасын қолданып, аз мезгілде жұртты аза еткен. Өргенішке келген Шахмәлік енді қаланы алу үшін бөтен әдіс қолданды. Қала тұрғындарына жасырын кісілер жіберіп, өздеріне зардап көрсетіп жатқан Алтын Орда билеушілерінен құтылулары керек деп үміт жүргізді. Жұртты азғырды. Ақырында Өргеніштің беделді әмірлері, құрметті діни адамдары, бекзадалары нан сусын, Құранын, сыйлықтарын алып, қаланың қақпасын ашып, Шахмәліктің алдына кеп, тізелерін бүгіп, шаһарларының кілтін берді. Шахмәлік қалың әскерімен тал түсте қалаға кірді. Мүбәрак Шах үй ішін алып әкесіне қашты. Осылай Алтын Орда ең ақырғы рет және мүлдем Хорезмнен айырылды. Ал Алтын Орда Хорезмді қорғамақ түгіл, өз ініндегі әлектен құтыла алмай жатқан. Липке князінің арқасында өзін Алтын Орда тағына отырдым деп санаған Жәлеледдин Витовт княздің дегенін істеймін деп Мәскеу князіне теріс қарай бастады. Липке ұлы князі осы кезде орыс жерінің бүкіл күнгей жағын алып болып және Қара теңіздің жақасына Қырым арқылы шығыспен сауда-саттық жүргізуге бекініс салды. Ал Жәлеледдин әкесі Тоқтамыстың саясатын ұстап, кешегі қашып барып өзі паналаған орыс жеріне әскер шығарды. Бірнеше қалаларын шапты, тонады. Тағы Тоқтамыс балаларының арасында таққа таласқан күрес басталды. Шыңғыс ұрпағының бөтен әмірлері мен
орыстардың кей князьдерінен әскер алған Керімберді ағасы Жәлеледдинге қарсы шығып, екеуі қан майданда кездесті. Керімберді ұрыс кезінде Жәлеледдинді садағымен атып өлтіріп, Алтын Орда тағына отырды. Бірақ Керімберді бүкіл жошы ұлысына ие бола алмады. Сақыстан, Үзді, Тана тұсында Тоқтамыстың ортаншы ұлдарының бірі Кепек өзін хан көтертті. Бұлар енді өзара жауласты. Екеуі кеп соңынан Едігені құртпақ болды. Ал Едіге Қырымға келгеннен кейін Жәлеледдин мен Керімберді мен Кепек өзара қырылысып жатқанда аз уақытқа тыныс алып, қайтадан күшейіп қалған. Бірақ сәл әл бітісіменен ол қой, яғни 1416 жылы қайтадан Витовтпен соғысқан. Херман Кибеге дейін барып, Липкеге жататын біраз жерді, қалаларды тонап өртеп қайтқан. Осы жылдары ол әйелі Жәнекені 300 салт атты қорғаушы жасақ беріп, Қырымнан шыққан Мысырдың керуеніне қосып, Меккеге қажыға қол беруге жіберген. Және өз ұлысы тұсынан Үзтемірдің тағы бір ұрпағы Шахра деген оғланды Алтын Ордаға хан көтертіп, Тоқтамыстың балаларына қарсы қоймақ болған. Бірақ Шахра 9 ай ғана хан аталып, бір ұрыста Кепектен жеңіліп дүние салған. Алтын Ордада бұл кезде Керімберді мен Кепек екеуі екі хан болып өзара таласқанмен, жеме-жемге келгенде екеуінің әскері Едігеге жабылған. Ал бұл жылдары қартайған, соғыстан қажуға айналған Едіге ескі жау Витовтпен татуласқан. Бірақ бұл оған жәрдем болмаған. Тоқтамыс балалары жеңіп, Едіге қатын баласын алып, соңынан ерген Ноғайлының аздаған әскерімен Дәшті Қыпшақтың шығыс жағына беттеген. Ойы кір жуып, кіндік кескен Құмкентке келіп, қалған өмірін тыныш өткізу еді. Бірақ бұнысы болмады. Сейхундарияның орта шеніне таяп, енді күнгейдегі Құмкентке бұрылам деген күні, Сығанақ аймағының билеушісі Тоқтамыстың ең кекшіл кенже баласы Қадырберді әскерменен бұның алдынан қарсы шықты. Кімді-кімнің жеңгенін білмейтін қырғын ұрыс болды. Осы айқаста Қадырберді жарақаттанып, қаза болды. Ал 30 жеріне жараланған Едіге атының жалын құшып тұрып, қасындағы жалғыз немересі Оқасқа: «Жақсы ит өлімтігін көрсетпей өлуші еді, ең болмаса өлімтігімді көрсетпей өлейін. Бір-екі жігіт тауып алып, мені Ұлытаудың басына апарып тастаңдар» деді. Ең болмаса Алтын Орданың Асқар тауының басында жан берейін. Оқас 5 жолдасымен жараланған қарт атасын 10 күн бойы жедел жүріп отырып, Ұлытаудың етегіне алып келді. Бірақ қатар тұрған 2 құздың шың, тасты ең биігіне талдан өрілген сал үстінде ауыр жатқан атасын шығару қиынға түсер деп, жанындағы сәл кішіректеу 2 таудың басына көтеруді ұйғарды. Бұл Ұлытаумен қатар біткен кіші тау еді. 5 жігіт әзер дегенде таудың басына апарып, салыны жерге қойғанда, Едіге шыңның ең биігінде жатқан жерінен кенет басын көтерді. Жан-жағына қарады. Ол батысында сонау көкжиектің ар жағында өзі ту тіккен Алтын Орда кіндігі Орда сарай, күнгейінде туған шаһары Құмкент, күнгей шығысында атағы бүкіл әлемге әйгілі кеше өзі алған Хорезм, батыс күнгейінде алтын туы желбіреген Қырым, шығысында сонау әйгілі Қарақұрым, ал теріскейде қас жауы Тоқтамысты өлтірген Шаңғытара жатқанын көзімен көрмесе де жүрегімен сезді. Ол жан-жағына ұзақ қарады. Ал осы сән салтанатты қалалардың ортасындағы алып даланың малы өрістеріне сыймай бықыған қалың елдің, Алтын Орда деген көшпенділердің құдіретті мемлекетінің кеше ғана бетіне ешкім тіке қарай алмай айбынды әміршісі өзі емес пе еді? Әміршісі еді ғой. Едіге кенет көзіне жас алды. Шіркін, опасыз дүние, деді ол дауысы қарлыға. Сол сәтте сылқ етіп төсегіне құлады. Ата, деді Оқас,
Мына 3 жігіт елге қайтсын, бізден хабар жеткізсін. Ал мына Тастемір екеуміз сенің жаныңда қаламыз. Аз қазір төмен түсіп бұғы марал атып әкелеміз. Қоржынымыздағы азығымыз таусылды. Жақсы, деді Едіге. Жігіттерінің жолдары болсын. Дәл осы сәтте Едігенің дәл төбесінде, сонау көгілдір аспанның төрінде кереге қанат 2 құс пайда болды. Көзі құрғыр бұлдырап, көре алмай жатырмын, деді Едіге Оқасқа. Жассың ғой, қараш қандай құстар екен. Шалқасынан жатқан Едіге көрген құсты бұлар байқамаған еді. Оқас аспанға бір қарады да, қара құстар ғой, деді. Қайдан келді? Шіркіндердің ниеттері жаман екен, деді Едіге күрсініп. Садақтарының жебесі болса, атып тастаңдаршы. Оқас атасының бетіне қарады. Дүниенің бар қызығын көрген, пайғамбар жасынан асып кеткен әйгілі батыр, атақты атасының өлімнен қорқып жатқанын түсінді. Шіркін, өмір неге осынша тәтті болды екен? 2 мерген жігіт бір тізерлеп отыра қап, садақтарын шірене тартты. Оң жақтағысы менікі, деді Тастемір. Ауаны қақ жарып, ысылдай ұшқан қос жебе бір кезде атылды. Сәл ғана уақыт өтті. Тиді, деді Оқас шаттана. Әне екеуі де бірдей жерге құлап бара жатыр. Мерген екенсіңдер, деді Едіге. Әйтеуір құлағандары дұрыс болды. Жақсы ырым. Ал енді жолдарың болсын. Оқас пен әлгі 2 мерген жігіттің біреуі Тастемір таудың төмендеу тұсынан арқар мен бұғатуға кетті. Ал қалған 3-еуі Едіге жайында хабар беруге елге аттанды. Едіге жалғыз қалды. Менің мұнда екенімді ешкім білмейді ғой. Егер жауларым үстіне шығып қалмаса, Құдай бұйыртса, жазылармын. Теңбіл-көгімді ойнатып, жауыма тағы бір салып өлсем, арман болмас еді. Оның бар тілегі жаулармен алысып, майдан үстінде жан беру еді. Көкті сүюге жаратылған қыран жерде жатып өлгісі келмеді. Жауыммен тағы бір алыссам деген үміт оны қуантты. Оның тіпті өлгісі келмеді, бірақ ойлағаны болмады. Кенет ол бір сыбдырдың, құлағы уақ тастардың үнін естіді. Едіге басын көтеріп, жан-жағына қарады. Алдыменен шошайған көк найзалардың сүйір ұштарын көрді. Сосын барып, шошақ бөрікті, шекпен далбағайлы, темір дулығалы жігіттердің өздеріне көзі түсті. Едіге оларды бастап келген Тоқтамыстың Иран құмасынан туған түкті қабақты Жағал деген баласын таныды. Едіге өледі екенмін деп қорықпады. Тек аңдып жүр екенсіңдер ғой, деді. Иә, деді түкті қабақ Жағал. Ол жігіттеріне қолменен кәне дегендей белгі берді. Сал үстінде жатқан Едігенің денесіне көк найзалар кірш-кірш кірді. Сөйтті де топ жігіт найзалармен оның денесін бастарынан асыра жоғары көтерді. Едіге жан шығып бара жатып, шың басынан жан-жағындағы көгілдір әлемді тағы бір рет көрді. Шіркін-ай деуге ғана шамасы келді. Кенет көзі қарауытып кетті. Кәне, лақтырыңдар, деді Жағал. Топ жігіт найзаларының ұшында жаншылып тұрған Едігенің денесін төмен қарай лақтырды. Қайда түсті, деді Жағал. Төмен қарай құлады, деді бір жігіт жоғарыдан нағыз бір тер лақтырғандай. Бұл жігітте оның жанында тұрған өзге жауынгерлер де осы қазір өздері тау басынан құлатқан әйгілі Алтын Орданың ең ақырғы әміршісінің денесімен бірге енді мәңгі тұрмастай боп Алтын Орданың өзінің де құлағанын білмеді. Сөйтіп, жүрек жұтқан батыр, айласымен зұлымдығы қатар жүрген, өз басының қасиеттерімен қандай хандыққа болса да ие бола алар. Бірақ тарихтың даму жолына, ағысына қарсы келген көршілес елдердің өнері, мәдениеті, қоғамдық еңбек табыстары, әскери жетістіктері бәрі асып кетіп, құлдырап бара жатқан Алтын Орданы баяғысындай
жұрт қорқар мемлекет етіп қайтадан көтерем деп өмір бойы жанталасқан ең соңғы әмірші едіге осылай дүниеден өтті. Осылай көмусіз тастаймыз ба есілерді, деді бір мосқалдау жауынгер. Көмусіз қалсын, деді Жағал. Жатсын, қарға құзғынға жем болып. Мосқал жауынгер қайтарып сөз айтпады. Жағал едігенің жерде жатқан қару-жарағын, дулығасын алып, бәрі төмен түсіп кетті. Бірақ едіге көмусіз қалмады. Жағалдар кеткеннен кейін бұға атып келген оқас пен Тастемір оның етекте жатқан денесін тауып алып, таудың басына шығарды. Бозғылт тасты таужық бұлын қашап, қуыс жасап, едігені соған қойды. Үстін таспен бекітті. Соңынан жұрт үстінен төбедей етіп тас үйді. Арқаның ең биік тауы Ұлытау мен ұшар басын таластырғысы келгендей қатар тұрған едіге жатқан кіші таудың жұрт енді көбіне Едіге тауы деп атайтын болды. Ол мола сонау төбесінде бұлт ойнаған Едіге тауының басында әлі тұр. Неге халық оның моласын әлі күнге дейін сақтап келеді? Сондай қанкөй жауыз болған адамның моласын бір тасын қалдырмай лақтырып неге бұзып тастамаған? Қандай себебі бар? Себебі біреу-ақ. Едіге жаман ба, жақсы ма, ол халықтың басынан өткен тарихы. Жаман ба, жақсы ма, тарих бәрібір өлмек емес. Едіге де, Алтын Орда да қанша зорлықшыл, қиянатшыл болмасын, қаралы тарих ретінде халықтың есінде қалуға тиісті. Эпилог. Тарих дөңгелегі тоқтамады, алға қарай жүре түсті. Мамай Тоқтамыс, Едіге Тоқтамыстың балаларының орнына ұлы Мұхаммед, құйыршықтан туған Барақ, жошы ұрпағы Жинеден туған Бас Темірдің баласы Дәулетберді, кіші Мұхаммедтер келді. Бұлар да Алтын Орданың басын қосамыз деп жанталасты. Қырым үшін күресті. Қазан хандығын құрды. Липке мен Мәскеуге жорық жасады. Бірақ күшейіп қалған Мәскеу, Липке, Польша, Ақсақ Темір ордасына енді Алтын Орда ештеңе істей алмады. Ешкім Алтын Орданың құлап бара жатқан туын ұстап тұра алмады. Алтын Орда тағына тағы таласып, бірін-бірі жойды, өлтірді, дай-дай боп күресті, төбелесті. Ақырында өзгелерге жем болды. Тарих дөңгелегі тоқтамады. Алға қарай тағы жылжи түсті. Едіге өлгеннен кейін 30 жыл өтпей-ақ Алтын Орда Хорезм, Қырым, Бұлғардан айырылды. Ұлы Мұхаммедтің балалары Қасым мен Яқып Василий Темныйдың арқасында Мешер жерінде Қасым хандығын тұрғызды. Қырымға енді Осман түріктері таяй түсті. Түріктің екінші Мұрат сұлтаны желкемелерін енді тікелей Каффаға қарай беттетті. Арада тағы бір 37 жыл өтті. Тарихта Василий Темныйдың орнына үшінші Василий, ұлы Мұхаммед, кіші Мұхаммед, Барақ Дәулетберділердің орнына Тоқтамыстың немересі Керімбердіден туған Сейдахмет, ұлы Мұхаммедтің баласы Махмудек, Мұхаммедтің баласы Ахмет, Хажы Керейлер келді. Липке мен Польша королі енді 4-ші Казимир болды. Сейдахметтің тұсында Алтын Орда тағы бір қимылдап қалды. Сейдахметтің көмегімен 4-ші Казимир корольға қарсы бүлік шығарған Кейсуттың немересі Липке князі Михалушка Хшерман Кибені алды. Сейдахметтің өзі тағы Мәскеуге аттанды. Бұл кезде Мәскеу жерінің билігі 3-ші Иван патшаға көшкен. Мәскеу ұлы патшалыққа айнала бастаған. Тарих өз дөңгелегін айналдыра түскен. Кешегі Алтын Орданың қарамағында жүрген жошының 5-ші баласын Сыбанның ұрпағы Ибрагимнен туған Дәулет шейхтің баласы Әбілқайыр Әбір Сібірде Махмудектен Көк Орда хандығын тартып алып, атақты Шайбани хандығының негізін салған. Ол енді Әбір Сібірдің күнгейіне қарай беттеп,
Ақсақ Темір мемлекетіне тікелей қауіп тудырған. Осы кезде түрік сұлтаны 2 Мұрат Каффаны алып, Қырымға билігін жүргізе бастаған. Ал Алтын Орданың ұлы даласындағы көшпенді елдердің негізгісі Қыпшақ пен Ноғайлы екі бөлініп, Едігенің ұрпақтары Жаңбыршы, Мұса, олардың балалары Жүсіп, Мамай, немерелері Телағыс, Алшағыр бастаған Ноғайлы ұлысы Қыпшақ елін Еділ бойынан Жайыққа дейін қуып тастаған. Ал сол Едігенің ұрпағы Ер Тарғын, Ер Сайындар қайтадан Қырым жағасына дейін барған. Қыпшақ тайпасы болса енді қазақ елі атанып, Қыпшақ оның бір руына айналған. Тарих доңғалағы алға қарай жылжи берген. Алтын Орданың ішіндегі бақталастық, тақталастық, бірін-бірі шабу, бірін-бірі құрту енді бұрынғысынан да күшейе түскен. Ақырында тартылған алып теңізден қалған ойдым-ойдым үлкенді-кішілі көлдердей енді Алтын Орданың орнына Қырым, Қазан, Қасым хандықтары мен Ноғайлы ұлысы, Әбілқайыр ордасы, қайтадан Мордва, Башқұрт аймақтары пайда болды. Әбілқайыр ордасынан Қазақ хандығы бөлінді. Тарих дөңгелегі тоқтауды білмеді. Дүниеге атақты Иван Грозный келді. Орыс елі дүниежүзілік ұлы мемлекетке айналды. Ол Қазан хандығын құрып, бір шеті Ертіске шейін барды, ал күнгейінде Қара теңізге жетті. Орыс патшасының тегеурінді тізесіне шыдай алмаған Едігенің әйгілі Ноғайлы ұлысы Еділді тастап, теріскей Кавказға ауысты. Көбі онан да өтіп, ар жағындағы Иран, Түркия, тіпті Үндістан, Пакистан жеріне кетті. Тағы да 200 жылдай мезгіл өтті. Алтын Орданың негізгі жерінде батысы Жайық өзенінен асып жатқан, шығысы Ертіс өзенінен өтіп кеткен, күнгей батысы Иранға, күнгей шығысы Қытайға жеткен, ал шығысы сонау көне Үбайра-Сүбайра, Сібір ормандарын аймалаған, ал теріскей шығысы Тобыл мен Тара өзендері құятын Ертістің сағасына дейін шектескен. Теріскейі Орал тауының күнгей жағыменен Тобыл өзенінің бас жағына жеткен ұлы далада сақ Қыпшақтан тараған, ежелден адам болып жаралғалы осы араны мекендеген қазақ елі қалды. Бұл жұрт сонау көне заманғы Кир, Дарий патша жасақтарының біздің заманымыздағы Аттила бастаған қаһарлы хуннулардың, Шыңғысхан татар монғолдарының, Алтын Орда хандарының шабуылдарын, тауларын, Алып даласын, олардың қан-жоса еткенін, Қытай жоңғар Боғды хан қонтайшыларының жорық қиянаттарын, Ресей ақпатшаларының қанауларын бәрін басынан өткізді. Бәріне де шыдады, жалғыз жаңқасы қалғанша күресті. Ақыры жерінде, суында ешкімге бермеді. Сол көне қонысында қалды. Едіге өлгеннен кейін де тағы 500 жыл өтті. Ұлы Россия жаңа ел болды. Өзімен бірге қазақ жұртын да жаңа ел етті. Кешегі Алтын Орда тұрған негізгі далада жаңа Қазақ Республикасы орнады. Гүл шыққан жерге гүл шықты. Жоқ, Алтын Орда тікенек еді ғой. Бәрібір тікенектің орнына да гүл шықты. Өйткені үстемдік хан патшалардан халыққа көшкен. Ал халық тасты алтын, қамысты қайын ете алды. Ол тікенек орнына гүл өсіре алды. Кітаптың соңы. Кітапты оқыған Ербол Ералыұлы. Шымкент қаласы, 2024